каффарат. Оның Құдайдың алдындағы дәрежесін арттырады. Және сабырлық ететін болса, иншалла, Алла тағала одан хайырлысын нәсіп етеді. Өзі дұға жасаған кезде де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйретті ғой. Басқа сынақ түскен кезде не деді? Аллахумма ажирни фи мусибати. Алла тағала осы басыма түскен қиындықта, ауыртпашылықта, мусибатта, енді арабша айтқанда мусибатта маған сауап жаз, және уахлуфли хайран минха, бұдан жақсысын маған нәсіп ет деп дұға қыласыз. Яғни алдың, сол алғаныңнан жақсысын маған нәсіп ет деп Құдайдан сұрайсың. Умму Салама анамыз Абу Салама қайтыс болған кезде, енді күйеуін қатты жақсы көрген, күйеуі керемет адам болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы дұғаны үйретеді. Алла тағала, басыма сынақ бердің, енді осы сынаққа маған сауап жаз, және жоғалтқанымнан, айырылғанымнан жақсырағын маған нәсіп ет деп дұға қыл дейді.